Азамат Скаков «Сен» кітабынан үзінді. Еш нәрсе оңай емес. Сізге қазір оңай болып көрінетін дүниелер болса, демек ол деңгейден өтіп кеттіңіз деген сөз. Сіз күштірек болып кеткенде ол нәрселер жеңіл болып қалады. Әлі ақ бәрі күшті болып кетеді. Бір нәрсе өзгереді, мемлекет көмектеседі деген үмітке алданып, бәрін өзгертетін, күшті болып кететін уақытты күтпеңіз. Тек сіз ғана күн сайын әрекет жасап күштірек бола беруіңіз керек. Бай болған сайын адамға көп зат арзан, қол жетімді болып қалады. Қазір сізге қымбат болып көрінетін кей дүниелер табысыңыз артқан кезде арзандап қалғандай көрінеді. Негізі оның бағасы арзандаған жоқ. Ол сіз үшін арзан болып қалды. Спортпен айналысқанда жаттығуларда жеңіл болып кетпейді. Жаттықтырушы күн сайын жаттығуды қиындатпаса, оңайлата қоймайтыны анық. Сіз күшейген сайын бұл этап сізге жеңіл болып қалады. Шыдамдылық пен мінезге, табандылыққа салып жұмыс істеу керек. Сіз талып қалған кездің өзінде тірісіз. Сізде әлі энергия бар. Талып қалсаңыз да, бойыңызда әлі күш болады. Бірақ талып қалғанша ешкім жаттығу істемейді, яғни потенциалын толық қолданбайды.